Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді ананасты салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс етін қайнатып, піскеннен кейін 4 бұрышты ғып турап аламыз. Енді піскен жұмыртқаларды 4 бұрышты ғып турап аламыз. Бір банка кукуруза саламыз. Енді ананасты 4 бұрышты ғып турап саламыз. Дәміне қарай тұз салып, майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салаттарды осылай формаға салып, әсемдеп дастарханға қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Сырды теркадан өткізіп, салаттың бетіне әсемдеп қойып шығамыз. Бұл салат сіздерге қатты ұнайтынына мен сенімдімін. Көп рахмет, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар.